Ақын композитор Қайрат Темірғалидың сөзіне жазылған, кіші жүзден шыққан, 12 ата байылынан таралған, Байбақты руына арналған арнау. Тегімді менің сұрасаң, Байбақты елі руынан, түрімді менің сұрасаң, өлеңді тұнып суынан, шідерті өзен буынан, сырым батыр ауылы, жымпиты болған бұрыннан. Батырлар шыққан бұл елден, ақындар шыққан бұл елден, ежелгі тұран туынан, найза ұстаған кіші жүз, 12 ата бай ұлынан, Байбақтылар құрылған, өзіңде байқап көрерсің, Байбақты барқын жырынан. Тарихы терең бабамның, ұрпағындай бабамның, Қосаба майдан шебінде, жебегіне жете алмай, төлеген жатыр жығылған, Қойнау қуыс сайлары, ашса сырын қайдағы, тіл қатады тіріліп, шөккен тарих қайдағы, Тайлақ батыр байбарақ, ел шетіне жау келсе, отырмаған жай қарап, арыстандай ақырып, аруақтып шақырып, тымтырақай қашқан жау кете алмаған құтылып. Бабадан қалған аңыздың айтылуы тегінде, бұл өңірде күн кешкен Хамзе Сенжан серіңде, өлеңті мен шідерті, аңқаты белі өзені, бұлдырты мен айдарлы көл аталарымның мекені, дүлдүлі жырдың көсемі, жүйрігі болған деседі, ақын жүйрік қаламгері Қадыр Мырзалы шешені. Жымпиты жұты жайлаған кең даланың, жолдары жолын жалғайдау ел қаланың, Жұмағазы Қазірет дәдем бата басына барып ел қонады. Бүгінде Байбақты елі шежірелі, жырдастан жылғалардан төгіледі, қазақтың тарихына қосылатын шежіре Ақжайықтың төңірегін. Тұл жетім болашағын ойламаған, қарыны уайымсыз тойған адам, рухына бабалардың тағзым етпей, түбінде тарихының бойламаған. Рухына бабалардың тағзым етпей,